Сәлем достар, бүгін сіздерге өте тойымды әрі жеңіл, әрі тез дайын болатын отбасылық тамақ спагеттидің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар, және де видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Спагеттиді әркім әрқалай жасайды, мен бірақ сіздерге керемет жолын көрсететін боламын. Ол үшін біздерге тауық еті және де болгар бұрышы, пияз керек болады. Сіздер жаңағы тауық етінің орнына кәдімгі ет қоссаңыздар да болады. Мен бірақ тез дайын болу үшін жаңағы тауық етін қолдандым. Тауық етін осылай өте ұсақ емес, ірілеу етіп турайсыздар. Достар, алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісемін, сондықтан каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне, пиязымызды да болгарский бұрышымызды да турап алдық. Енді қызып тұрған майымызда етімізді бастап қуырамыз. Татымына қарай тұз саламыз. Етіміз қуырылып бастағаннан үстіне пиязымыз бен болгарский бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аздап томат салсаңыздар да болады. Спагеттиді мен осындай түрін қолданамын, көбінесе үйде, сосын тамағыңыз әдемі болып шығады. Етіміз қуырылып бастаған кезінде спагеттимізді осылай бөліктерге бөліп, майдалап емес, осындай екі бөлікке бөлсеңіздер де болады. Сосын салғаннан кейін үстіне су құймаймыз, бетін жауып қоямыз да 5 минутқа қойып қоямыз. Арадан 5 минут өтті, қыздар, спагеттилеріміз жібіді. Енді осы кезде үстінен өзінің мөлшерімен су құямыз. Біздердің суымыз мұздай су. Міне қыздар, суды құйдық өзінің мөлшерінде. Енді бетін жауып піскенше қойып қоямыз. Тамағымыз дайын болды, қыздар, өте керемет дара-дара болып пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын, келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.